Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бізде 18-ші бөлім бастаймыз. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне осы белгіні өткеннен кейін бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Кері бұрылуға. Әрине, бұл белгіде тек тура бағытта ғана жүрулеріңізге рұқсат, сондықтан жауабыңыз тыйым салынады. Қандай бағыттарда жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыста қозғалысты жалғастыруы мүмкін? Енді суретте көрсетейін сіздерге. Бұл бізде нұсқау белгісі оңға бұрылу, иә? Бұл белгінің қолданылу аймағы ол біздің қиылыстың бірінші бөлігі болып келеді. Міне осы қиылыстың бірінші бөлігі деп айтаймыз. Сонда сіз мұнда тек оңға ғана жүру міндетті боласыз. Осы жол белгісі нені білдіреді? Автомагистраль аяқталды. Және де тестте қосымша осындай сұрақ келеді. Осы белгіні өткеннен кейін сіздер қандай жылдамдықпен осы аймақта жүрулеріңізге болады дейді. Қараңыздар, елді мекен тыс жерде, егерде жолақ бөлетін орнатылса мынандай, онда сіздер 110 мен жүре аласыздар. Егерде жолдарыңыз қосылып тұрса, мұнда жол таңбасы тұрса, мысалы тұтас немесе қос тұтас тұрса, онда 100 мен жүресіздер. Сондықтан келесі жаңа сұрақтарда енді осы екі сұрақ келеді жылдамдық бойынша. Осы жол белгісі білдіреді дейді. Осы суретті көрсеңіздер, ол жолақ аяқталды деген сөз. Осы жағдайда елді мекенде бір жақты қозғалыстағы жолда аялдауға рұқсат етілген бе? Енді суретке қайтадан қараймыз, талқылайық. Бір жақты жүріс жолында біз оң жақта және сол жақта да тоқтауымызға болады. Бірақ сол жақта жүк көлік салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса, оған тоқтауға болмайды. Және де автобус тоқтайтын орында біз 15 метрге дейін және 15 метрден кейін тоқтауымызға болады. Мұнда трамвай желісі бар, е? Сондықтан сіздердің жауаптарыңыз, егерде трамвайға бөгет болмасақ, тоқтауымызға рұқсат деп жауап бересіздер. Егер трамвай желісіне кедергі келтірмесек, рұқсат етіледі ме? Жауап. Жеңіл автокөлік жүргізушісі солға бұрылған кезде кімге жол береді? Ал талқылайық тағы. Сіздер мұнда арнайы көлік көрсеңіздер, мысалы үстінде шамшырақ жанып тұрса, ол бірінші өтеді деп сразу жауап бермеңіздер. Мұнда бізде жауаптар бар, сондықтан қарап толықтай оқыңыздар. Бұл жерде толықтай жазылып тұр керек екен. Арнайы шамшырағы қосылып тұр және де дыбыстық сигналы қосылып тұр деп. Түсінікті ма? Егерде тек қана арнайы шамшырағы қосылып тұр, дыбыстық сигналы жоқ деп тұрса, онда оған жол бермейсіздер. Енді бұл суретке келсек, басты жолдың бағытын көрсетеді. Міне, қиылыстың бөлігін алайық. Мұнда плюсті саламыз. Қара сызық қайда кеткен, сол басты жол болып келеді. Екеуміз де басты жолда тұрмыз, бірақ бұда міне арнайы дыбыстық сигналы бар, сондықтан ол басымды болып бірінші өтеді. Сосын барып автобус өтеді. Егерде дыбыстық сигналы болмаған кезде біз бірінші жүреміз, содан кейін полиция қызметкері, содан кейін барып автобус жүреді. Түсінікті ма, достар? Берілген белгілердің қайсысы сервис белгілеріне жатпайды? Тағы да талқылап жүрейік. Мысалы, осы үш белгіміз, ол бізде қызмет көрсету белгісі деп атаймыз. Такси дегеніміз, ол ақпараттық белгі, сондықтан үшінші деп жауап бересіздер. Жеңіл такси тоқтайтын орын деп аталады. Осы жол белгісі не туралы хабарландырады? Енді жақындатып қарайық. Мысалы, бізде демалыс орын деген белгі.
егер де 800 метр деп тұрса, онда бұл белгінің қолданылу аймағы 800 метрден кейін ғана демалыс орны басталады деп сіздерге ескертіп қойды. Сондықтан жауабымыз мұнда ұзақ тұраққа арналған орынға дейін 800 метр деп жауап бересіздер. Екінші жауабында осы жерден бастап, орнатылған жерінен бастап 800 метр демалыссыз деп түсінік тұр мұнда. Рұқсат етілген ең жоғарғы салмағы 3,5 тоннадан кем жүк көлігінің басқарып солға бұрылуы рұқсат етіледі ме дейді. Енді мұнда қарасақ, нұсқау белгісі тұр, тік жүру деген, және астында жүк көліктің суреті салынып тұр, иә ол. Онда жүк көлік қана салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса, ол ғана тура жүру керек. Кімдікі салмағы 3,5 тоннадан төмен, олар кез келген бағытта жүреді. Сондықтан жауабымыз рұқсат етеді деп жауап бересіңдер. Темір жол өтпесінің алдында бұндай маневрге рұқсат етіледі ме? Мұнда жол таңбасына қарасақ, жол таңбасы жоқ, сондықтан бізге кері бұрылуға рұқсат етіледі. Көбісі біледі, мысалы темір жолына 100 метр ара қашықтықта алып озуға тыйым салынатын. Бірақ сіздерге кері бұрылуға рұқсат. Сондықтан рұқсат етіледі деп жауап бересіздер. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне кері бұрылуға рұқсат етіледі ме? Әрине, қараймыз, бізде ақырғы жолақ және де солға көрсетілген. Қай жерде солға деп тұрады, сол жерде кері бұрылуға болады. Және де бағдаршамның қосымша секциясы жанып тұр мұнда, көрсеңіздер. Сонда жауабымыз рұқсат етіледі. Кім бірінші өтеді дейді. Бұндай сұрақтар өте көп кездескен. Менің алдыңғы видеоларыма кіріп қарауларыңызға болады. Бұл жерде мысалы трамвай басымды болып бірінші өтеді. Берілген жағдайда жүргізушілердің қайсысына бұрылуды орындау рұқсат етіледі. Енді талқылап жіберейік бұл суретті. Бізде бағдаршамда қызыл жанып тұр. Бірақ сіздер бағдаршамға бағынбайсыздар, себебі реттеуші тұр. Реттеуші ол басымды болып келеді. Реттеушінің үшінші сигналы тұр, сол иығынан тұрсаңыздар, сіздер кез келген бағытта жүре аласыздар. Сондықтан барлық көлікке рұқсат етіледі. Екі көлік құралының жүргізушілеріне рұқсат етіледі деп жауап береміз. Мұнда қай көлік құралының жүргізушісі жүруді басымдыққа ие? Әрине, трактор басымды болады, себебі да белгі тұр мұнда басымдылықты беретін. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Бізде қосымша ақпараттық белгі тұр мұнда, 100 метрден кейін басталады, және де жол беріңіз деген белгі. Сондықтан сіздер қиылысқа дейін үлгерсеңіздер, онда рұқсат етіледі. Жауабы С. Берілген белгі нені білдіреді? Ол ақпараттық белгі жүк көліктің бағытын ұсынылады дейді. Сонда жүк көлікпен жүрсеңіздерде бұл белгіге бағынбай кез келген бағытта жүрулеріңізге болады. Жауабымыз міне С. Жүк көліктерінің жүру ұсынылатын бағыт. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Енді суретке келсек, талқылап жіберейік. Бізде басты жолдың бағыты тұр. Міне жүк көлік бірінші, сосын біз, сосын ақ жүреді. Жауабымыз екінші көлік құралының. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Тек жүк көлікке. Дұрыс жауабы.
Екеуміз де басты жолда болсақ, онда оң жақтағы көлік басымды болып келеді. Сондықтан қараңыздар, басты жолдың бағыты қай бағытта кеткенін. Өте жақсы сұрақ. Берілген жағдайда қай бағытта жеңіл автокөлік жүргізушісіне жүруге рұқсат етіледі? Бір жақты жүріс жолына шығу деген белгі. Сіздер оңға бұрыласыздар, тура және кері бұрыласыздар. Сіздерге тек қарама-қарсы бағытқа шығуға болмайды. Сондықтан Б, Г, В дейміз. Анимациясын қарап өтіңіздер. Берілген белгі көлік құралдарының қайсысына жүруге тыйым салады? Салады, егер де біздің көліктің салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса. Жауабы А. Қара автокөлік жүргізушісіне оңға бұрылу мақсатында осылайша жолақ ауыстыруға рұқсат береді. Әрине тыйым салынады, енді тұтас таңбаны кесіп өтуге болмайды. Қай жолаққа кірдіңіздер, сол жолақтың бағыты бойынша жүру керексіздер. Осы жол белгісі нені білдіреді дейді? Ол кіруге тыйым салынады деген белгі. Сондықтан қарайық міне. Көлік құралдарының қозғалысына тыйым салады дейді. Жолдың тура өтетін жері жоқ. Көлік құралдарының кіруіне тыйым салады. Кіруіне, әрине С болады жауабы. Бір жақты жүріс жолының аяғында орнатылады бұл белгі. Кіруге болмайды, бірақ шығуға болады. Жүргізуді үйрету үшін қолданылатын механикалық көлік құралы жабдықталуы қажет дейді. Сонда оқу көлік құралында не болу керек деген сұрақ қой. Ең бастысы, ол бізде мынандай У деген белгі болу керек. Мына арада көріпсіздер ме? Екіншісі, қосымша педаль болу керек мұғалімде. Және де үшіншісі, артқа айна болу керек. Зеркало заднего вида дейді осы. Сондықтан жауабымыз бізде тізімде көрсетілген барлығымен дейді. Бұл жағдайда жол қозғалысына қатысушылардың қайсысы ереже бұзушы болып табылады? Әрине барлығы, себебі қызыл бағдаршамның шамында жүруге тыйым салынады. Барлығы. Елді мекендерден тыс мәжбүрлі тоқтау кезінде жүргізушілер авариялық белгілерін қандай арақашықта орнату керек дейді. Елді мекенде 15 метр орнатасыңдар, елді мекен тыс жерде 30 метр болады. Және де достар, менің каналыма тіркелеміз, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де лайкты басып комментария жазыңыздар. Егер де бұл тестті алғыларыңыз келсе, астында описанияда сілтеме тұрады, соған кіріп тіркелулеріңізге болады, және де өздеріңіз дайындаласыздар. Егер де тіркеле алмай жатсаңыздар, онда менің WhatsApp номеріма жазыңыздар, тест деп жазыңыздар, жарай ма? Жақсы, сау болыңыздар.